Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілін бастаймыз. Тақырып: өлең құрастырып каллиграмма жасаймын. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табуды үйренесіңдер. Өз каллиграммаңды жасап білесіңдер. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қойып білеміз. Бейбіт үйге келді. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қойып тауып көрейік. Бейбіт не істеді? Бейбіт келді. Қайда келді? Үйге келді. Балалар, 21-ші жаттығуды жазбаша орындаймыз. Мақалды көшіріп жазып, төмендегі үлгіні пайдаланып, сөйлемдегі сөздердің байланысын табамыз. Каллиграмма сөзі 1918 жылы каллиграмма деп аталатын графикалық поэзия жинағын шығарған ақын Гийом Аполлинердің арқасында пайда болды. Ол өлеңнің негізгі тақырыбын сурет түрінде білдірген. Асан осы өлең мазмұны бойынша төмендегідей каллиграмма жасады. Үйдің суреті, бұлттар, жаңбыр тамшылары суреттерін пайдаланып өз каллиграммасын жасады. Сен де өз каллиграммаңды жасап көр. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды.